Бүгін Ақтөбедегі екі белсенді азаматты шақырдық. Олардың подписчиктері олар үшін до конца ма? Бірге анықтаймыз. Ильяс және Саламат Қуанов, Цыган. Все, жігіттер, қош келдіңіздер. Жігіттер, қазір ең бірінші задача сторис түсіру керек. Бір сағаттың ішінде сіздер үшін до конца тұратын подписчиктеріңіз жиналу керек. Конкретно соны анықтаймыз. Поехали, let's go. Короче, бір сағаттың ішінде задание. Мені инстаграмда оқитын подписчиктер осы жерге келу керек. Мәдениетке қарама қарсы ғой. Бір сағаттың ішінде қанша адам келеді екен көрейік дейді да. Құрметті достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазір менде задание болып жатыр. Саламатқа шақырған. Мен конкурсқа түсіватырмын. Кімнің подписчигі жебой? Бір осындайда бір спонсоры болғанда ғой, соны таныстырып, күшті қылып бизнесін өркендеуге, дамытуға көмектесіп жүретін едік. Қалай қарап тұрсың? Қараңдар, мен оқырмандарым келіп жатыр. Уағалейкумассалам. Что там, Цыган братан, дайынсың ба? Менде жиналып жатыр уже. Қазір толпа боламыз біз. Ане міне дегенше уже мен бір подписчигім кетіп тұр. Короче, мен оқитын. Атың кім сен? Бекнұр. Мен командамда оларды жыртамыз екенбіз. Осыны ұтып кетсек баняға апарамын. Смело, гвеникпен ұрып өлтіп тұр. Серьезно айтып тұрмын. Камераға емес, шын әңгіме айтып тұрмын. Болды, сау бол. До конца. Осымен бір сағат өз мәресіне келіп жетті. Кімде қанша подписчик бар екен? Ильяс, сенде? 4-еу. Сенде, Саламат? 5-еу. Так, счет 1-0. Саламат пока бірінші орында келе жатыр. Красавчик. Жігіттер, қазір былай жасаймыз. Сендердің подписчиктерің сендер үшін до конца ма анықтаймыз. Ең алдымен спор. Не үшін? Мотивация керек сендердің подписчиктерің. Қазір спорласамыз. Не үшін? Қандай мотивация бересіңдер бір-бірлеріңе? Не айтам, братан? Не айтсаң? Білмеймін. Спор ғой? 50 мың емес жарайды. 50 мың? Иә, сенде ақша бар ғой, менде ақша жоқ. 50 мың. 50 мың деп айтқаным, ақша керек болды, ақша. В общем, Ақтөбедегі торговый домдардың полный туалетіне реклама жасайсың. Шығыс, Нұрдәулет, колхозный, ярмарка. В общем, мысалы сондай бір 40-50 адрес берем. Өзіме уверенный болғасын, оған в общем Ақтөбенің бүткіл туалеттеріне реклама жасайсың. Енді өзі блогер ғой, действительно блогер бала ғой. Кәм Ақтөбенің не бар, Ақтөбеде соның бәрінде жүр ғой. Құрметті достар, бүйткенде сөйткен жүр. Өзі тәттақ қоқтар бар өзі. Сосын сол уверенный болдым да өзім жеңетініне. Егер мен ұтып болсын, саған 50 мың теңге берем. Келістік па жігіттер? Спор бар, мотивация бар. Олай болса көпке созбаймыз, біз бастаймыз! 2900 подписчигімен 4 адам келді, 25 мың подписчигімен миллион адам жиналған арасында батылды бастаймыз. Жігіттер, ең алдымен қай жақ бастайтын Сулейфамен анықтаймыз да? Мен командам, мен подписчигімнен көп болып кеткен жоқ па? Давайте, Сулейфамен қай жақ команда бірінші бастайды, давай. Давай. Бір рет қой, бір рет, бір шансла. Сулейфа. Соған бұйырғаны сыңқты ғой да? Олай болса, неше ингредиент шалады, ақылдасып алыңдар. Нешеу, ақылдасыңдар. Нешеу ішеміз? Айтшы, сколько выпьем? Один выпьем, 1000 теңге даст. Бізден бека бастайды ғой, по-любому. Ішетін адам таңдауыңдар. Құсуға дайын солай. Сен 20, да? 20, сен 10, 30. Сколько выпьешь? Неше ингредиент шаласың конкретно? 10 ингредиент до конца. Бірақ іш алмасаң, бауырым, бермейді ақша. Сразу айтып қояйын. Бітпесе стаканда. Если до конца не выпьем, деньги не даст. Сен тыңда, ол қарап ал. Мен екеуіне сен тұрмын. Қараңдар, жігіттер, до конца ішілмесе ақша берілмейді. До конца стакан полный, бүту керек. Түсінікті ғой? 10 ингредиентті бірақ Саламат таңдайды. Қайсынан араластырып. Түсінікті ғой? Мен оларға мен таңдаймын болсын. Оларға сен таңдайсың. Түсінікті ғой? 10 ингредиент шаласың ба? Железный бетон. Өзің жауап бере аласың. 18 бар ғой да? Все, болды. Олай болса, Саламат 10 ингредиент саған таңдау керек болады. Ішінде бізде не бар? Ішінде иттің кормы бар, есетші өздерің түсіндіріп ғой да? Қазақ болғанда? Шемішке май ішіп қоясың ба, полный бір стакан. Жоқ, мен цыганмын. Бірақ мен инфо-цыганмын. Короче, мұндай болсын да, інім атың кім сен? Да, не будет. Нұрдәулет, кім туалеттің амбассадоры, тұра. Короче, мынадай нәрсе, мен 10 зат таңдаймын. Сосын інім содан араластырып, бір стакан полный ішеді. Сен егер стакан полный 10 зат ішіп қойса, сен 10 мың теңге бересің оған. 10 мың теңге бір очко. Сауаш, бір очко. Бір очко, да? Олардың командасына бір очко ұтып кетеді ғой да? Онда ешкімді аямаймыз ғой да? Ешкімді аямаймыз, бұл жерде до конца. Зира? Все, дайынбыз ғой да? Ай, бір басаңы болсын, 2 ай атың болсын, 2 қасық бол. 2 қасық зира. 2 қасық зира. Исін көріп жүрген ғой, Мұрат.
Жақсы ғой, плов жеп отырған сияқты начинает отырасың ғой, пить. короче. Вот. Бір 3 қасық бұрыш болсыншы. 3 қасық бұрыш болса болсын. Бүгін ораза бітіп, арқаң кеңге жайып, айтта неше түрлі тамақтар ішіп жатырық қой. 3 қасық бұрыш жеге. Ешкімді аяп отқан жоқпыз. Асқазандарың бәрі нормально, рабочий ғой да. Ертең. Туалет менен. Ертең. Горчицадан бір 4 қасық горчица. 4 қасық деген жоқ, примерно ұрамыз енді. Иә. Примерно стоп дегенге дейін ғой бауырым бұл жерде. Мүмкіндік өзіңде. Алло деп телефон үзіп кетсе. Стоп, стоп. Бірақ Абдуши, інім, плов болсын, иісі шығып тұрсын, дәмі шығып тұрсын, сұйықмай. Корона, Изабелла. Сен өліп қалып ерден даканса бара алмаймын. Стоп дегенге дейін. Иә. Мына 4-ші Алло, мама. Стоп болсын, жарайды ғой. Брачка, 2 жұмыртқа жегісі келіп тұрған сияқты түріне қараса. Жігіттер, бұл 3 турдан тұрады, сондықтан возможности дұрыс пайдаланыңдар. Іше алмай қалсаңдар бал жоқ. Сонда үшіріп Келмей ма мына? Көп ет бар. Сап-сарысың ғой өзің арналған ғой бәрі. Санын дейді. Санын ба? Неше Так, өңет? санын азайтып жібергенге, мысалы, береміз ба возможность? Жоқ, возможность жоқ. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Конечно, өзің Так, проект жұмыртқа жасай 1, 2, 3, 4, 5 ингредиент кетті. Что-то мына бала таңертең түсін жумаған сияқты разы. 6-шы ингредиент. Стоп па? Стоп болсын, ладно. Ага. Стоп. 6. не уходим даканса. Осы балалар ғой, что-то андай бір жан-жануарға жақын сияқты, мына иттің несінен қорымынан көрейік та. Ано артығын орада ойлайды. 7. Бол братан. Салқыра. 7. Аппетитный екен. Балықтан көрші, селедочка, гоночки. 8-ші ингредиент кетті. Что-то. Фанта вообще братан. 8-ші ингредиент кетті. 8. 1 штук помидор. Турамай, салшы турамай. 9. Мен өзім білем ғой. Ақыл айтып отыр. 9. Ақыл айтпай ма? Ано сұйық. Деме. 9 және 10-ші ингредиент. 1 штук йогурт салшы. Болды, сау болсын. 1 қасық салшы, бір адуши миятында. Полный 1 қасық. Полный 1 қасық Полный 1 йогурт. қасық. Полный 1 қасық йогурт. Болды, жарайды. Ұйықтап жата беру. Өзім жіберсем болады, а? Өзің болады, сенікі йогурт. Болды, осымен 10 ингредиент кетті. Інімде сәл ойын бар сияқты. Ойындайтын ештеңе жоқ, басаман болсын. На кону 10 тысяч теңге, 10 мың теңге бастаймыз кетпей ал. Адам бітіру керек ба? Сонымен 1 стакан. Анам бұрышы бейтеш. 1 стакан. Ровно, есебің да дұрыс екен. Інім, атың кім еді? Нұрдәулет. Давай. До конца. Нормально! Мен іше алмайтындай бар енді ана иттің несін қосқан потолок болды. Мен бармайды дедім. Айдалада біреу мен үшін анда иттің несін ішті. Енді ол балаға қиын болды. Бірақ красавчик шама болсын, іште әлі құсып жатыр ол бала. Ой, газуй, 10 мың теңге бар. Болды, обратно шығарып тастады. Все, пропал 10 тысяч теңге. Есеп 2-де 0. Анау подписчиктермен ба? Гара, it's a motherfucker break. Енді біз қосамыз ба? Так, сонымен құтты болсын. Алғашқы ұпайларың подписчик санынан 1 жеңдің, коктейль жағынан 1 жеңдің. Все. Сонымен счет 2-де 0. 2-де 0. Сонымен екінші тур қанша іше аласыңдар жігіттер? Ақылдасып, конкретно. Bir ингредиент 1000 теңге, құнығатын ештеңе жоқ. Бұлар просто құнығып кетті. Біз ба? Бізде ақылдасып алыңдар, иә. Командамен. Кім ішеді, қанша іше алады? Жігіттер мынадай нәрсе ғой. Енді Ильяс жас бала. Өзінің командасында да кілең жас балдар. Жоқ, подписчик бір ингредиент 1000 теңге деп тұр. Они будет играть. Зачем бізге құнығы? Потом мы начнем. Бесеу жарайды. Бесеу жарайды. Ей, просто жаңа аласың, соның үстіндегі 5000 теңгесін өзім ақ берем саған. Бесеуін Бека бастайды, да? Все. Сонымен екінші тур
Екінші турда енді Саламат өзінің командасымен ақылдасып, қанша ингредиент іше аласыңдар? Біздер енді Ильястың командасы қыса өйтіп құнығып, жабайланбай, бесеу деп тұрық. Өздерін ақылдасып, кім ішетін адам шығып бар ма? Бізде өзі былай сондай нәрсені жақсы көретін Бека деген бауырым бар. Бека деген подписчигің. Все, айтшы, өзің Саламаттың оқырманысың ба? До конца ма? Болды, ситуацияны көрдің ғой, құнығу жоғынан. Қазір 5 ингредиентті сіздердің қарсыластарыңыз айтады. Яғни Ильяс, сонымен 5 ингредиент айтасың. 5 ингредиент. Қандай? Бізде біріншісі тұз, да? Тұз. Тұз. Біріншісі тұздан бастады. 4 қасық. Кімнің подписчигі болып кетті мына жерде? До конца айтады. Өзің айт. Кейін алсын да, брат? Жоқ, өзің айтасың бұл жерде, конкретно. Өзіне ауыр алып отыр да просто. Өзің айт. Сонымен 4 қасық тұз. 4 қасық тұз. Полный емес жатсын. Жоқ, 4 қасық до конца. Хей, парбем. 4. Енді бізде иткін берек, берді оларда. Собачий корм. 3 рет сал, братандай. Болу, швецол болу. Так, горчица, Екінші ингредиент кетті. горчица. 3 рет шықсан да, аямай, брат. 2. Жоқ, плагиат деген бар дүниені салып атып. 3-ші ингредиент. 4-ші сұйықтық болу керек міндетті түрде. Соңғы финальный. Май қойшы. Мынау не? Жоқ, май. 3. 4. Және 5-шісі Паприка. 5-шісі паприка. Мына сұйықтық керек мына қазір. Мына құтақандай мына 1 стакан толмай қалады ғой қазір. Сұйықтық мана болды ма? Болды ғой мына. Қаймақ онда. А? Қаймақ сұйық қой конкретно. Қаймақ? Иә. Мынау 5-шісі ғой. Біліп тұрсың ғой да? Осымен бітті. Мынау 1 стакан болмай қалуы да мүмкін қазір. Түсініп тұрсың ғой. Кімді алмайды? Лучше кола бірдеңе құймайсың ба? Йогурт құймайсың ба одан да? Ақылдап, ойланып. Кола ма? Таңғы ек, таң. Таң құйшы, я. Мына қазір стакан шықпай қалады. Қазір сен тағы ренжіп қаларсың. Соны Не болып қалады? Сейчас посмотрим. Бека, короче, ішіп тесің мынаны ше? До конца ішіп тесің, шыдап. Өзіңді қинама. Болғаннан кейін құсып тесің. Главное, бірінші до конца ішіп тса, сосын барып құсып тса, болды. Как будто... Мындай мысл осында сене, Бека, мен өзім командама мотивация беретінмін, Бека, как будто ауыз ашарға барып, бір күшті, бір морс ішіп атын деп ойлашы, ма? Все, біздің команда дайын. Сонымен 5 ингредиент кетті. Бля, ана ұқпайтын бір өлешіп кетті. Ма не ұқпайды? Ой, нормально ғой. Нормально ғой. Горчицасы көптеу болып кеткен екен. Құдай жазаларыңды берсін. Басына келсін. Сейчас посмотрим. Давайте, бірімізге мотивация берейік, давай. До конца! До конца! Ай, соғыққан ана. Қой. Это все ади. Осыға бізге олайды. До конца, бар. 5 ингредиент. Бека зарабатывает 5000 тенге. Красавчик. Вы там 3, 4, 5. Бека, красавчик. красавчик. Счет 3-0! Ол бала негізі маған сразу айтты, братан, 10, 15, 20 қанша бар іштен деп. Сосын мен айттым, давай сен бірінші көрсейші сен ішіп. Ана заттарды біртіндеп жесең, негізі нормально. Ана бәрін біріктіріп жесең, дәмі жаман ақ, давай жайдан көрейік. Хорошо, давай 5 алып та спокойно ішіп, содан кейін өкінді ғой, братан, 10, 15 ішу керек еді ғой, мен реально ақша беріп тұр ғой, сатып. Неше ингредиент іше аласыңдар? Бля, жетеу іше аласың да? Анау бесеу жейін ба? Айтқан жоқ па, сұраған жоқ қой. 4 өзі жейші. Бесеу дейсің, нормально, бесеу ішіп та. Давай, бесеу. Сонымен дальше кетті, құрметті достар. Так, 5000 теңге. Құтты болсын, Саламат, красавчик, молодцы. Бұл жерде мақсат подписчиктерің құрғыл кетпесін, өз еңбегін алсын деген. Сонымен қанша теңгеге, қанша ингредиентке Ильяс сенің команда подписчиктерің дайын? 5. 5 ингредиентке дайын екен, жігіттер. 5 ингредиент. Олай болса, Саламат,
5 ингредиент. Бес заттан тұратын мен мына Ильястың командасындағы подписчигіне бір өз қолынан бір жақсылап тұрып, бір ет асып бергім келіп тұр. Жақсылап тұрып, бір қуырдақ жасап бергім келіп тұр. Ол үшін бізге обязательно қазанға алдымен шемішкі май құю керек қой. Қалай ол шемішкі майсыз ол? Шемішкі май дейтін, Шемішкі май өмір сән емес пе? Шемішкі май өмір мән емес пе? Әлем, шемішкі май сосын. Мен көбіне бірінші дұз салам. Содан кейін барып тағы да соң жағында түйіп жіберетін бар. Тұз саласың ба? Бір 3 қасық тұз салам обязательно. Потому что мен андай шамал ашшылау жегенді жақсы көремін да. Так, өзінің аппетитіне байланысты 3 қасық тұз. 3 қасық тұз салған жақсы көремін. Қуырдаққа балық қосатын жаман әдетім бар мен. Енді бар заттарды пайдаланып жатыр ғой барынша. 2 ингредиент кетті. Мынау үшіншісі ғой. Үшіншісі. Шамал еттілеу болсын бауырым. 4 кусок, 2 кусок кетті. Міне 2 кусок. Болды, жарайды. Өзі былай жұқалтақтау болады, тез тойып қалатын сияқты. Бір 2 қасық горчица сала қойшы бауырым. Бүгін что-то ашшыға, жаңа күн ұзаққа корейский сериал қарап едім, что-то ашшыға желание ұрып тұр бір. Мынау 4-шісі. Шамалап сал, жарайды. Болды. Және 500 сұйықтық міндетті. 5-шісі сұйықтыққа бауырым менің атымнан бір давай фанта қосып жіберейік. Давай фанта қосып. Шамал іш алатындай возможность болсын. Ішіп. Да. Шевесін. Мани, надо вам. Ильястың командасы неужели зарабатывает первое очко? Счет 1-3. Құрмет достар, кезекті тур. Енді кезек Саламатта және оның командасының ақылдасу процесінде. Че там? Біздер көп ақылдаспай 20 деп шештік. 20? 20 ингредиент шешсіңдер ме? Так, 20 ингредиент айтасың осыда. Содан кейін сенде ары қарай 20 іш алатын адам бар ма? Ол ішу керек па не 20? Одан кейін бар ма жоқ па жалпы? Бір бәлі қылармыз. На кону 20 ингредиент, яғни 20 000 теңге. Ильяс қазір 20 ингредиентті айтты. Неқта 30 ба 40 ба ингредиент бар. Шашлик берек, сезон болды, братан. Ой, міне. Братан, сен да шашлик пісіріп мен де берейін сен бауырлар. Болды, әңгіме жоқ. Шашлычный приправа. Балық берейік, братан. Балық. Все. Так, екінші ингредиент кетті. Содан кейін біз қосамыз майонез. Майонез. Үшінші ингредиент. Кофе берейік, братан. Тамал, шабыттан. Қаймақ берейік. Натуральный айыстан. 2 қасық. 5-ші ингредиент. 5 қасық кетті. Жүгері берейін ба? Жарайды. Подписчиктерім айтып жатыр ғой, қолдап жатқан. Жоқ, мынау не? Зунипасты. Майыз қоса беру керек. 7-шісі зунипасты. Бірақ жарайды, братан. 7 айран. көрген жоқпын негізі. Айран қосайық. Иттікін енді қоспай қояйын мен. Ит ме ит. 8. Ризамын. Сақалын сыйлап тұрмын біріз, братан. 8. 8, бұрыш қостым ба, мен қосқан жоқпын, бұрыш қосайық. 8. 10-шы паприка қосайық. 9. Мына жерде қосатын уже аз қалды. Жұмыртқа берейік, братан. 2 жұмыртқа ма? 2 жұмыртқа. Мына 10-шысы. Фанта қосамыз ба? Фанта қосайық. Міне 11 кетті. Мына 10-шы. Фанта ішіп берейінші. 11. Йогурт, братан. 11. 12-шісі мынау. Бұл бізде санарау қола. Бұл өте пайдалы, братан. Нормально ғой, біреуін қосып жүр. Братан, мен иттің қосатын. Мынау не, братан? С гусиные печенье дейді. Помидор берек, я. 14. Сок бар бұның. Болды, дұрыспан, сабыр етіңіз. Мен де өзім білем, конкретно. Туалетке реклама істеп жылан жоқ, братан. Тан. 16. Зира қосайық. Шашликтен кейін неге плов баспасқа, братан? 18. Кола қосып жүрекші. Йогурт ба, қостық қой. Бля, ұшындаған кетті ғой, май қосайық. Сұйықтық. 20 осымен. Қосқан жоқ. 20 ма? Болды. Басында май қосып еді. 20. Қосқан жоқ, братан. Жасик бессмертный рекорд жасайын деп тұр, жігіттер. Никто даже ізінбей қалмай қалды ғой. Мен бұлай болып кетіп жатсам деп ұрды. Жоқ болып кетпей. Бір талдың артынан орын алып қойын бейді саған. Там 20 тысяч ты пей. Общаге ты блатной. Тібідің иғо. Сонымен 20 ингредиент қосылған коктейлді Саламаттың командасы ішкелі жатыр, достар. Осындайда бір-бірлеріңе мотивация айтады сөзің бар ма өзіңнің подписчик? Айтшы, оқырма, айтшы.
Айтшы, өзіңнің мотивацияң. Жасик, Құдай жар болсын саған. Амин. Осыдан кейін хабарласпа. Аман қалсаң, мен сені жақсы жерге апарайын тұрмын. Аптека деген. Келешек тойда Инфекционный деген. Цыганның подписчигі до конца баратын көрейік, тамашалайық. Да, конца! Красавчик! Осыны 20 мың қоспесем қыспайтын. Готовый? Міне до конца үшсеген достар. Олай болса, таза еңбек, таза жеңіс. Потерпи, один. 20 мың теңге зарабатывает команда Цыган. Красавчик, құтты болсын. Ол жігіттің аты Жасик Бессмертный деп мен қойғам оған лақап атты. Ол өмірдегі бір похойст адамдардың бірі ғой. Бессмертный, ол өлмейді. Ол даже құсқан жоқ, даже желкенген жоқ. Артынан күткен макси чай ішіп еді. Қой тойдың үй жаққа ұйықтайын кетіп қалды. Сонымен 20 ингредиент ішіп тастаған саламаттың командасы 20 мың теңгемен тағы бір ұпайға ие болды. Счет 4-1. Сау болшы. Так, сонымен соңғы мүмкіндік ұтқан жағдайда да, ұтқан жағдайда да есеп байқап тұрған шығарсың. 1-4 болып отыр данный момент. Болмайды негізі. Қалай, өздерің қараңдар енді. Подписчигің ақша зарабатывать етіп қалсын, осы жерде бір құттай тиын көріп қалсын десең, ойнаңдар. Ал егер жоқ, тоқтатамын десеңдер, өздерің қараңдар. Жоқ, Индиядан келген еңбегі бар ма? Сізде баладан бері тұрған. 20 деп тұр ғой енді. Сонымен ақылдаса келе қанша ингредиент шаласыңдар? 20, да? Главное, собака. Не надо, сендер қоспа деген. Құрметтек. Иттің тамағын қосып уже онады. Болды. 20 ингредиент. Қазақ қашанда қонақ жай, қонағымызды құрмыз. Давай, 20 ингредиент тез айтып жүр. Қазақ қашанда қонақ жай дегенге келсем, бірақ әр қазағым жалғызым, үнсіңді аянып тұрған жоқпын. Давай. Шемешкі май? Қызыл бұрыш. 2 қасық. 2 қасық қара бұрыш. Дальше дұз 3 қасық. Делай. Горчица. 2 рет тамыз Total плюстан, бауырым. Мынау менің цыган родной подписчигім, родной. Мына жетіншісіне мынадан Енді 2 қазір қасық еще суымен қосыпсыз. 14 ингредиент қосылады. Мына 8 балық. Таннан бір 2 рет тамыз, 2 рет тамыз. Мынау 7-ші ингредиент. Оны жей алмайсың, ақша кетсе апельсин брат. қабығымен. Қой, қабығы ке қате отчақ енді. Помидор қабығымен салдың ба, братан? Помидор қабығымен жейтін нәрсе өзі. 8, 2 қасыққа, 2 жұмыртқа, 9. Сен орысша түсінетін жақсы болды негізі. Майонез, ай, сау болшы, майонез. Так, 1 штук помидор. 12, мынау 13-ші ингредиент, 13. 13, міне, до такой степени фантазия өтіп қалды. Да, шашлықтың приправасы. 14. Осы ақ кофеден вообще салмаппыз, 15. Кирешки салып жіберекті. 16. 16 ма? Да, 17-ге мынаны салып жіберекті. 17. Мынау не ол? Зефир. Давай сал, 18. Бля, мен ішім өтейін деп тұрған сияқты. Қанша? Саңырау құлақтан да салып жіберекті. Мен біруін сал, біруін сал. Бол, Жарайды ғой. Все, кеттік ал. 20. 20 ингредиент 20 мың теңгеге. Ой, балдар дейтін қатты кетіп баратыр деймін. Блендердің музыканы дүк деп. Глаза закрой. Сам за себя отвечаешь, я не отвечаю. Хорошо? Спонсор oldu, давай. Давай. Глаза закрой, нос закрой, газуй. Так, газа! Мен индустарға сенгем. Болашақ осыларда.
Қазақстанға келіп ақша жасап жатқан Индус. Міне. Ильястың командасындағы Индус зарабатывает 20 тысяч тенге. 20 000 тенге, красавчик, от души, молодец, құтты болсын. Честно заработанный труд, молодец. Давайте поаплодируем. Счет 2-4. Осымен бүгінгі кеште чемпион болған команда Саламат және оның оқырмандары. Саламат үшін до конца баратын оқырмандарды көрдік, бірақ Ильястың да оқырмандары, анау-мынау емес, международный оқырмандары дәлелдеді. 20 ингредиент мияқтан, 20 ингредиент мияқтан. Так, счет 2-4. Не істейміз, жігіттер? Қалай жасаймыз? Қазір қараңдар мына жерде. Данный момент Саламат ұтып тұр. Сен мен болдым, жеңілдім, көндім деп те кетіп қалмады. Сосын бүткіл туалетке реклама жасайсың Ақтөбедегі. Ой, братан, до конца бар екен. Или емесе, мына бағдарлама до конца екенін білесіңдер, немесе бір шанс бар қазір. Сенің оқырмандарыңда бір шанс, сонымен теңестіріп тастаймыз, бітіреміз осы жерден. Ешкім ештеңе жасамайды. Болды, кестің, любой ситуацияға до конца барайынтысың. Құрметті достар, бұл до конца шоу. Соңғы реквизит келген кезде соңғы сөзін тыңдаймыз. Я немесе жоқ. Жігіттер, реквизит, пожалуйста. Боламыз, мәне. Болды ма? Мен шашын, менікін алды, мен до конца, бірақ ортадан бір жанынан алды. Мен шашымды алу керек. Соңғы. Жоқ па? Жоқ, біз до конца жоқ па, қатыспайсың ба? Все, Ильяс автомат. Мен ойын бақтайын да, бірақ жанынан алындар. Ошым, біз жеңдік па? Енді қара, Саламат, саған бір мүмкіндік. Треш до конца. Қазір сенің бір подписчигіңнің шашын тықырбас қылып алып тастаймыз. Қанша ақша бересің? Сол айтшы маған просто. Ақша ма, ақша емес па? Сен үшін до конца бір подписчик бар ма осы жерде? Шаш алып тастау керек. Сен ертең жігіт жолдасың. Алып кетесің. Сонымен Ильястың оқырмандары жоқ деп жауап берді. Ильяс автомат түрде ұтты. Бұйырса барлық туалетке реклама жасайтын болады. Ал Саламаттың оқырмандары Саламат үшін до конца ма екен бірге анықтаймыз. Сонымен жауабың. Өзіміздің командамызбен ақылдаса келе, көктем келді. Дала жылынып жатыр. Зачем бізге шашсыз жүріп? Одан осылай шашты екіге қайырып қой, спокойно 4-2 Ильясты ұтып жүре бермейміз ба? Болды. Келістір, ешқандай реніш жоқ. Мен ешкімді. Достар, осымен до конца өз мәресіне келіп жетті. Бірақ не дегенмен де жігіттерге дайындап қойған тосын сыйым жақсы еді. Неге айырылып қалғандарын білмей қалады. Басты сыйлық, байқаған шығарсыз, кіріп салған сайын $100 көрініп тұрды. Басты сыйлық $100 болды. Одан айырылып қалды. Айырылып қалды. Олай болса, қай қалаға барайық, қай қала бізді құшақ жая қарсы алады, және қандай ингредиенттер қосайық, қандай блогерлерді шақырайық. Ей, мына ұтылып қалған бала қайда? Мұнда кел. Қай қалаға қандай блогерлермен түсірейік, демеуші болам деген жандарды құшақ жая қарсы аламыз. До конца шоу, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бізбен бірге болған Саламат Цыган. Қоштаспа. Ертең 1 апрель бұйыртса, енді бүгін айтты 3 күн айтты өткізіп алайық. Ертең жоқ, 3 күн айтты өткізіп алайық. 4-ші күні Ильясқа мен полный спискін жіберем туалеттердің. Соның